Армысыздар, құрметті әріптестер мен қазылар алқасы. Мен Өтеген Жансая Сейтханқызы, ағылшын тілі пәнінің оқытушысымын. Өмірлік ұстанымы үнемі ізденіспен дамудан тұратын мамандығына ғашық жас маманмын. Менің ұстаздық жолыма негіз болған 2021 жылы Алтын Ұя Үкібаев атындағы номері 37 жалпы орта мектебін тәмамдауым еді. Сол кездің өзінде-ақ менің жүрегімде болашақ ұрпаққа білім беру, тіл үйрету арқылы әлемнің есігін ашу деген үлкен арман ұялаған болатын. Бұл арманым мені білімнің қара шаңырағы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне жетеледі. 2021 және 2025 жылдар аралығындағы студенттік өмірім тек дәріс тыңдаумен шектелген жоқ. Мен университеттің ең белсенді активистерінің бірі болдым. Қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүріп, ұйымдастырушылық қабілетімді шыңдадым. Сонымен қатар өнер жағынан да өзімді жан-жақты көрсетіп, сахна мәдениетін, аудиториямен байланыс орнатуды үйрендім. Ал 2025 жылы менің өмірімде жаңа жауапты кезең басталды. Мен сервис және туризм колледжіне ағылшын тілі пәнінің оқытушысы болып жұмысқа орналастым. Жұмысым басталғалы бері мен тек тәжірибелі әріптестерімнен үйреніп қана қоймай, өзімді жан-жақты көрсетуге барынша күш салып келемін. Әр сабағымды заманауи әдіс-тәсілдермен, интерактивті ойындармен және ақпараттық технологияларды қолдана отырып қызықты түзуге тырысамын. Жас маман ретіндегі менің басты мақсатым сапалы білім мен саналы тәрбиені ұштастыра отырып, бәсекеге қабілетті туризм мен сервис саласында ағылшын тілін еркін меңгерген халықаралық деңгейдегі мамандарды даярлау. Мен өз ісіме, колледжіме және әрбір студентіме адалмын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей, тоқтаусыз даму жолында мен әлі талай белестерді бағындыратыныма сенімдімін.